Егер сен YouTube'да канал ашқың келсе, бірақ қандай видео түсірем, қандай ниша жұмыс істейді, қай контенттен ақша табуға болады деп жүрсең, бүгінгі видео сен үшін. Өйткені бүгін мен саған өте қызық YouTube нишаларды көрсетемін. Кейбір каналдарды көріп, мынау да контент па деп қалуың мүмкін. Ал кейбіреуін көріп, мен бұдан да жақсысын жасай аламын ғой дейсің. Бір қызығы, сол қарапайым көрінетін каналдар миллион қаралым алып жатыр. Ақша тауып жатыр, өсіп жатыр. Ең қызығы не білесің ба? YouTube'да жеңетін канал әрқашан әдемі канал емес. Ең қымбат камерасы бар каналда емес. Ең мықты монтажы бар каналда емес. Көп жағдайда жеңетін канал адамның нақты проблемасына жауап беретін каналдар болады. Бүгін мен саған бірнеше ерекше нишаны көрсетемін, бірақ бір нәрсені алдын ала айтайын. Мақсатым барып со нәрсені көшіріп ал деу емес. Мен саған ойлау, яғни сенің көзқарасыңды жасағым келеді. Өйткені көп адам канал ашқысы келеді, бірақ не түсіретінін білмейді, идея таба алмайды. Бұл өтеді ма деп қорқады, өтпей қала ма деп те қорқады, ақша әкеле ма деп ойланады. Ал шын мәнінде контент идеялары өте көп. Тек адамдар өз өміріндегі мүмкіндікті байқамайды. Айтпақшы, егер YouTube SEO, алгоритм, монетизация және канал өсіру туралы осындай нақты видеолар керек болса, каналымызға жазылып қой. Бұл жерде жай ғана мотивация емес, нақты мысалдармен көрсетеміз. Енді бірінші нишаға келейік. Бұл канал сыртынан қарағанда өте қарапайым көрінеді. Тіпті бір түрлі көрінуі мүмкін. Кішкентай обложкасына қарасаң, ешқандай супер дизайн жоқ. Кейбір видеоларының обложкасы тіпті өте қарапайым. Бірақ ұзын видеолары миллионнан астам қаралым жинап жатыр. Сонда сұрақ неге? Өйткені бұл канал бәріне арналмаған. Ол өте нақты аудиторияға арналған. Мысалы, үлкен жастағы адамдар, зейнетке жақындаған адамдар, қаржылық болашағына алаңдайтын адамдар сияқты аудиторияға сөйлейді. Міне осы жерде өте маңызды. YouTube'да бәріне ұнауға тырыссаң, көбіне ешкімге ұнамай қаласың. Бұл нәрсені мен де кеш түсіндім. Шынымен басында барлығына қызық контент жасаймын деп ойладым, бірақ YouTube олай жұмыс істемеді. YouTube нақты аудиторияны жақсы көреді. Ал нақты аудитория видеоны соңына дейін көреді. Ал әсіресе үлкен жастағы адамдар ұзақ видеоларды көбірек қарайды. Бұл YouTube үшін өте күшті сигнал. Тағы бір маңызды нәрсе, мұндай аудиторияларда жарнама бағасы да қымбат болуы мүмкін. Өйткені жарнама берушілердің өзі сол аудиторияны іздейді. Сол үшін ниша таңдағанда бұл көп қаралым ала ма дегеннен бұрын, бұл аудитория құнды ма деп ойлан. Мысалы, балалар контенті өте көп қаралады, детский каналдар. Бірақ табысы кейде төмен болуы мүмкін. Ал кейбір тар нишалар аз қаралса да көп табыс табады. Енді екінші нишаға келейік. Бұл маған өте қатты ұнайды, өйткені мұнда ең үлкен күш сенің білімің. Мұндай каналдардың негізгі идеясы сен білетін нәрсені үйретесің. Болды. Көп адам осы жерде қателеседі. Өз білімін бағаламайды. Мысалы, адам бір жұмысты 10 жыл істейді, бірақ өзіне мұның бәрі біледі ғой деп ойлайды өзі. Жоқ, сенің 10 жылда үйренгеніңді біреу 10 минутта үйренгісі келеді. YouTube-тың білім беру жағының негізі осы. Өзіңе бір сұрақ қой. Егер бүгінгі ақылыммен өткен өміріме барсам, өзіме не үйретер едім? Міне, сол жерде контент жатыр. Үшінші ниша, меніңше YouTube'дағы ең күшті эмоционалды нишалардың бірі ностальгия. Мысалы, ескі ойындар, ескі мультфильмдер, бұрынғы интернет, ескі телефондар, ескі футболшылар. Адамдар мұндай видеоларды не үшін қарайды деп ойлайсың? Тек ақпарат үшін емес, сезім үшін. Міне, осы жер өте маңызды. Адам тек ақпарат көретін жаратылыс емес, адам эмоция да көреді. Кейде видео ештеңе үйретпейді, бірақ адамға бір нәрсені сездіреді. Сол үшін қарайды. Ностальгия каналдары да дәл осыны жасайды. Адамға балалығын еске түсіреді, ескі күндерді еске түсіреді, бұрынғы атмосфераны қайта сездіреді. Сосын ми автоматты түрде тағы көргім келеді дейді. Міне, неге бұл ниша өте күшті? Бір канал бар болғаны 11 видео салып, 300 мыңнан көп оқырман жинап алған. 11 ғана видео. Бірақ адамдарға дұрыс эмоция берген. Бірақ мұнда бір маңызды нәрсе бар. Көп адам ностальгияны бұрын осылай еді деп қана ойлайды. Жоқ, бұл жеткіліксіз. Күшті ностальгия контенті ескіні бүгінгі аудиторияға қызық қылып жеткізе алуында. Мысалы, неге бұл ойын ұмытылмады? Неге адамдар әлі күнге дейін айтып жүреді? Ол неге бір буынға әсер етті? Міне осындай сұрақтар видеоны күшейтеді. Өйткені YouTube'да құр ақпарат емес, жақсы оралған идея жұмыс істейді. Бір тақырыпты екі адам айтады. Біреуді ешкім қарамайды, біреуді миллион адам көреді. Айырмашылық жеткізуінде. Айтпақшы, осы жерге дейін қарап отырған болсаң, комментарийға ностальгия деп жазып кет. Енді келесі ниша, бұл өте бағаланбайтын бір ниша. Көп адам мән бермейді, бірақ өте күшті. Процесс документтеу. Яғни, сен бір мақсатқа бара жатырсың, және сол процессті YouTube-қа жүктеп отырасың. Мысалы, ағылшынша үйрену, арықтау, бағдарламалау үйрену, YouTube канал өсіру, спорт, бизнес бастау. Адамдарға не қызық екен білесің ба? Нәтиже емес, өзгеріс. Адам мынаны шынымен дамып жатыр ма деп қарайды. Басында қандай болды, қазір қандай, қай жерде қиналды, не үйренді. Адам осыған байланып қалады. Бір канал бар, тек гольф ойнайды. Болды. Барлық видеосы гольф. Бірақ ондаған мың қаралым, миллиондық шортс, тұрақты аудитория жинап отыр. Өйткені адамдар оқиғаның жалғасын күтеді. Міне осы сериал
сериал эффект. Келесі видео шыққанда қазір не болады екен деп қайта келеді. Бұл өте күшті нәрсе. Тағы бір үлкен плюс, мұндай контент ұзаққа жетеді. Өйткені сен контентті ойдан шығармайсың. Өзіңнің өміріңнен аласың. Егер сен дәл қазір бір нәрсені үйреніп жүрсең, контентің дайын болуы мүмкін. Мысалы, UBT, IELTS, Python, фитнес, видеомонтаж, фриланс. Көп адам әлі эксперт емеспін деп бастамайды. Бірақ шын мәнінде адамдар кейде эксперт емес, өздері сияқты адамдарды көргісі келеді. Келесі нишаны көргенде көп адам мұны кім қарайды дейді. Бірақ YouTube'да дәл осындай контенттер кейде өте қатты өседі. Мысалы, құбыр ашу, бітеліп қалған нәрсені ашу, тазалау, жөндеу, өзгерту, ауланы реттеу сияқты контенттер. Бір канал бар, адам тек бітелген жерді ашады, судың ағысын дұрыстайды, құбырларды тазалайды. Сыртынан қарасаң өте қарапайым, бірақ видеолары 10 миллион, 15 миллион, 30 миллион қаралмауы. Сонда сұрақ неге? Өйткені адамның миы проблемамен шешімге өте қатты байланысты. Мысалы, сен бір нәрсенің бітеліп тұрғанын көрдің, ми автомат түрде қалай ашылады екен деп қызығады. Сосын шешімін көргенде қанағат алады. Бұл өте ескі психологиялық механизм. Проблема шешім. YouTube'да өте күшті жұмыс істейді бұл. Сондықтан кейде тақырып қарапайым болса да видео құрылымы күшті болады. Мына жер өте маңызды. Көп адам контент жасау үшін бөлек өмір сүру керек деп ойлайды. Жоқ. Кейде сенің күнделікті істеп жүрген нәрсең контент болуы мүмкін. Бірақ сен оған іштен қарап тұрсың. Сол үшін саған қарапайым болып көрінеді. Мысалы, адам барып құбырды ашады. Саған бұл кімге қызық деп көрінеді саған. Бірақ сырттан қарағанда адам үшін қызық болуы мүмкін. Міне, осы айырмашылықты түсіну өте маңызды. Сен өз өміріңді тым қарапайым деп ойлама. Көп адамның ішінде тәжірибе бар, процесс бар, оқиға бар, білім бар. Бірақ олар оны байқамайды. Айтпақшы, осы жерге дейін көріп отырған болсаң, комментарийға контент барлық жерде деп жазып кет. Тағы бір маңызды нәрсе айтайын, YouTube'да жұмыс істейтін нишалар әрқашан хайп бола бермейді. Кейде өте қарапайым нишалар өседі. Кейде өте тыныш нишалар өседі. Кейде тіпті ешкім мән бермейтін нәрсе өседі. Бірақ бәрінің ортақ бір жері бар. Нақты аудитория, нақты проблема, нақты қызығушылық. Және ең маңыздысы тұрақтылық. Көп адам 3 видео салады, қаралым аз болады, тоқтап қалады. Бірақ шын өсетін каналдар ұзақ ойнайтын каналдар. YouTube'да кейде алғашқы 50 видео жай дайындық болуы мүмкін. Сол үшін басында идеальный камера іздеме, идеальный микрофон іздеме, идеальный монтаж іздеме. Басында ең маңыздысы контентті жариялау. Сен жариялаған сайын сөйлеуің жақсарады, идеяң жақсарады, обложкаң жақсарады, монтажың жақсарады. Ешкім бірден мықты болып бастамайды. Тіпті қазір үлкен болып кеткен каналдардың өзі бастапқы кезде өте қарапайым болған. Сондықтан өзіңе сырттан қарап көр, өзіңе сұрақ қой. Мен не туралы ұзақ сөйлей аламын? Қандай тақырыптан жалықпаймын? Қай нәрсені адамдарға көрсете аламын? Өйткені көп жағдайда контент идеясы алыс жерде емес, сенің өміріңнің ішінде болады. Лайк басып кет, пікірге сен қай нишаны қызық деп таптың, соны жазып кет. Мүмкін келесі видеода сол нишаны толық талдап шығатын боламыз. Ал YouTube SEO, алгоритм, ниша таңдау және канал өсіру туралы осындай нақты видеолар керек болса, каналға жазыл. Келесі кездескенше, Мәке блог YouTube'да дамудың жолын көрсететін арна.